Сәлем достар, домалақ бастар. Біз бүгін төрт тілдік ойын жалғастырамыз. Мен Елібай Ұлтымар жалғыз бір өзім төрт тілдік ойынны ойнаймын. Бірінші ойын осы ойын. Көздеріңізді жібермеңіздер. Маған көмектесесіздер, я? Әлде жоқ десең. Достар, мен жай ғана даусымды келтіріп жатқам. Көп блогерлер үстіп сөйлейді. Мен геймермін. Және де бірінші ойында мен жеңгем Инабат екеуміздің ойынымызда, және де қазірше жеңуге тырысамын. Ойынды жақсы ойнай аласың ба деп көбісі сұрайды. Мен ойынды жақсы ойнаймын, және де басқаларға да түсінікті ойнаймын. Түсініксіз емес, түсінікті ойнаймын. Не деп кетті өзі мына аузына келген, сөйлеп кеттім, дейсің шашты. Біреуін таңдап қойған ғой. Мен қаны жақты екен. О, хорошо. Сержи. Көк емеспін, мен қазір қызылмын. Мен қазір Инабаттың үйінде емеспін. Мен қазір өзімнің үйімдемін. Сондықтан мен бір өзім ойнап жатырмын. Сіздер комментарияға қай ойынды ойна десеңіздер, сол ойынды сіздерге ойнап беремін. Және де бұдан кейінгі тағы да бір канал бар, Ина Геймер деген. Соған да кіріңіздер, ода біздің Инабат екеуміздің ойнаған ойындарымыз бар. Ол ойындарды да көріңіздер. Ол ойында мен жеңгемін. Машиналар дырылдап өтеді. Енді қала болған соң машиналар өтеді. Ат қағып кеткенсің. Мен тауық ойынды өте жақсы көремін. Ат қағып кеткен деп жатырмын. Мына екеуі менің нервыма тиіп жатыр. Ой. Бір-бірін өлтіріп, стажы көп адаммен ғана мен төбелесінде. Мен танкын ойнау нормально ойнау. Бір стажы бар жасылдан. Сарымен төбелесіп жатыр. Сары бір стажы бар тоже. Қазір көре жатырмыз. Маған танкіден ату оңай ғой. Бағаларын көріп алдыңыздар ма? Өйстіп жеңген кезде өлең айтқанды жақсы көремін. Бұл ойын керемет ойын болды. Сау саламатта көріскенше сау болыңыздар, және де бұдан кейінгі ойындарда түсіретін боламыз.